Бұдан былай отан алдындағы борышын абыроймен өтеген сарбаздар ұлттық бірыңғай тестілеуді тапсырмай-ақ жоғары оқу орнына түсіп, қалаған мамандық иесі бола алады. Жеңілдік тек әскерге барып келгендерге жасалады. Бұл туралы Қорғаныс министрлігінің департамент бастығы Тілеухан Басқожаев Түркістанға сапары барысында айтты. Жоба жастардың әскери қызметке деген қызығушылығын арттыру мақсатында қолға алынып отыр. Айта кетейік, еліміз бойынша 18 мыңнан астам азамат көктемгі әскери науқанына шақырылады. Сондай-ақ әскер қатарына алынған жастар борышын өтеу кезінде несие төлеуден уақытша босатылмақ. Қазір екінші деңгейлі банктермен бұл жөнінде келіссөздер жүріп жатыр екен. Жоғарғы бірінші дәреже, екінші дәрежелі деңгейлі банкілермен Қорғаныс министрлігі оларға да келісімге қол жеткізіліп отыр. 13 айға әскер қатарына шақырылған әскери қызметкердің несие төлеу шегеріледі. Неге 13 ай? Өйткені 12 ай оның қызмет мерзімі құрайды. 1 ай аяқтанып, жұмысқа тұрып, төлеу қабілетін қабылдаған, сондай қабілетке сол үшін мүмкіндік беріледі.